Саламатсыздар. Мұғалімдер, сіздер бар ғой мынау. Соңғы графа дейміз ғой біз. Осы соңғы графада қателіктер бар. Ол бағаның өзгертілуі. Яғни өзгертілуі дейміз, немесе сол күні біз басқа күнге баға қойып қойдық деген сөз. Мыналар нені білдіреді? Журналды уақытылы жүргізілу дейді. Оны қайдан табу керек дейді. Осы міне уақытылы жүргізілу неге мына жерде бізде 100% болмайды. Ол үшін сіздер кіресіздер есепке, мысал үшін күнделікке кіресіздер есептер. Онымен қатар сіздер білесіздер, статистиканы басасыздар. Одан кейін мінекей күнді таңдайсыздар. Басында қаңтардың 8-нен бастайық. Қаңтарды бірақ қарап шығуларыңызға болады. Мысалы үшін қаңтарда күнді қате бар. Өстіп қарап шығасыздар. Әр біреуін қарап шығуларыңа болады. Мысалы үшін қарайық. Байтөкені мысалы үшін ашамыз, қараймыз. Бірінші январда ол кісіде бар. 1, 2, 3, 4, 5 класста бағаның басқа күнге қойған. Ал оның кісінің ақпанын қарайық. Ақпанның 1 ақпаннан 29 ақпанға дейін қарайық. Мүмкін ақпанда ол кісіде бәрі 100 болады. Қаншама күн бағаларды басқа күнге қойған. Мысалы үшін мынаны тауып алу үшін, 2 жыны тауып алу үшін сіз қайда барасыздар? Бағаны тауып алу үшін қайтадан есеп, бөлек ашуларыңа болатын. Есеп. Біз көріп тұрсыз бе? Қаңтар, ақпан деп. Ақпанның ішінде қателігіңіз міне 2 жыда. 2 ақпанға келесіз. 1 аптасынан бастайсыз, 2 ақпанды көресіз. 2 ақпанда бәрі дұрыс. 5 ақпан мен 9 ақпанды қарайсыз, онда да бәрі дұрыс. 100% жоқ, міне 2 жыда тұр. Яғни 5 ақпаннан бастайсыз. Осылай тауып алуларыңыз керек. Каждый міне 2 жыда сізде 5 ақпан күні 2 жы мен 2 жыда дұрыс емес. Сондықтан есеп дегенге барамыз қайтадан. Бұл тұра берсін бір жағында. Екіншін есеп дегеннің ішінде мінекей өзгертулер тарихы деген бар. Осын 2 жыны басамыз. Орыс тілі мысалға 3-90 қарайсыз мына жерде. Қай күн? 5 ақпан. Сіз 5 ақпанды таңдайсыз мына жерде. Қаңтар 5 ақпанды аласыз. Осы күн 3-90 бойынша қарап отырмыз біз. Міне, бұл кісі не істеген? 6 күні кіреді, 5 күніне 3 балаға баға қойды. 6 күні сабақ, басқа сабақ, ол 5-не кіріп баға қойды. Ол уже дұрыс емес деген сөз. Ол өте қате. Оны қазір уже коррупция деп айтып жатыр. Сондықтан сіздер өтіп кеткен күнге немесе алдағы күнге баға қоюларыңызға болмайды. Электронды журнал болғандықтан оның барлығы көрініп тұрады. Енді өзгертулердің өзі көрініп тұрады. Сондықтан сіз мына 3 баланың Болат, Бауыржан, Шадаева дегеннің бағаларын алып тастауымыз керек. Өйткені 100%-ға журналымыздың толтырылуы дұрыс болу үшін. Бұл қате. Сондықтан сіз кіресіз журналға, 2 жыға кіресіз. 5 ақпан, орыс тілі. Сіз қате қойып отырсыз. 6 күні кіріп, 5-не баға қойып отырсыз. Өтірік баға қойып отыр деген сөз ғой, типа сондай ол. 5 күні. Мына балаға мінекей қате қойған. Мына балаға мысал үшін қате қойған. Осылай жазып шығасыздар. Қате қойдым деп жазасыздар. Мына балаға. Ол күн пустой болып тұрсын, бағаны қоймаған өзіміз. Сондықтан ол осылай болады. Бағаны қате қойған деп жазасыздар. Өстіп қарайсыз, сіз барлығын алдыңыз.
Енді есепке баратын болсаңыз, мынада сіз көрдіңіз, міне өзгертулер пайда болды. Ол негізі өзгертулер болмау керек. Міне көрдіңіз бе, басқа түске боялды. Сондықтан бұл өзгертулер көрініп тұр. Ал енді біз есепке кіретін болсақ, жеке есепті қарайық. Міне 2Ж-ны қарайтын болсаңыздар, ол тере болып қалады. Просто баға жоқ болып қалады. Ол солай дұрыс. Ал егер басқа күнге қойсаңыз, ол дұрыс болмайды. 2З-ны да осылай түзетуге болады. Құрметті мұғалімдер, 90-ның соңына дейін 20-сы күні бізде барлық қорытып тұру керек. 20-сына дейін түзетіңіздер. Соңғы графа бізде барлығымызде 100 болу керек. Мынау графа барлығымызде 100 болу керек. Уақыт өтуді енді дұрыстай алмаймыз, ол уже өтіп кетті. Мынаны дұрыстауымызға болады. Қате қойылған бағаларды алып тастау арқылы. Осы аптаны толық толтырыңыздар. Сау болыңыздар.